Сіздер әлі заводтан ала алмайсыңдар асфальтты, иә? Өздерінің асфальттарын әлі іске қосылған жоқ. Мен түсінбеймін. Осы мекеме былтыр Құлсарыдағы асфальттарын, бетондарын әкеліп қойып, осы ешкімге де тәуелді болмаймыз, өзіміз жасаймыз деп еді. Сол не болды? Неге ешқандай дайындығы болмаса, Азаттық көшесін түгел қырып тастап, көшені жауып, жол қозғалысына кедергі жасап, 3 күн демалыста да ешқандай жұмыс жоқ. Бұл жұмыстар өздерінің жоспарланбағанның кесірінен үлкен кедергі болып жатыр. Неге? Барлығында астарында көліктерің бар. Заводының іске қосылған көздерің жетпей, неге асфальтты қырғызуға рұқсат бердіңіздер? Бөлімнің басшысы міндетін атқарушыдан түсініктеме аласыңдар, сөгіс бересіңдер, мынандай жұмысты жүргізе алмаған үшін. 20 күннен бері не жұмыс жасалып жатыр, сонда қырылғаннан кейін тұр солай да? Не деген бассыздық мынау? Қазақтың сөзі бар, көтере алмайтын шоқпарыңды беліңе байлама дейді. Сырттан келесіңдер, түк заводтарында жоқ, түк қажет техникалары. Әркімнен жалдап жүресіңдер. Автогрейдер кімнен алып отыр? Бәрі жергілікті жердікі ма? Неге? Ерігіп жүрсіңдер ма не? Әлде біздерде не? Атырауды бір немқұрайлы осындай талап қоймайды деген мақсат па? 2 жылдан бері жүрсіңдер. Бітетін жұмыс былай қарасаңыз, баяғыда бітіретін уақыт болды соны. Әркім өзінің шамасына қарамай ма? Кешеде түсіріп жатыр әлеуметтік желіде. Мынау нағып тұрған бордюрлар дейді. Атырау қаласының іргелі мекемесі неше жылдан бері осы жерде қызмет жасап келе жатқан. Ешқандай жауапкершілігі жоқ. Атырау көліктің жұмыстарындағы сапа мүлдем қазіргі неге келіспейді. Үлкен қалаға қарап бой түзейміз. Біздер үлкен қаладан да ешқандай бюджетіміз кемшілігі жоқ жасалып жатқан. Неге сіздер солай жол бересіздер? Бір 9 қатарлы үй салып, или 16 қатарлы үй салып қиналып жатсаңдар түсінемін. Қарапайым тротуарды баса алмаған мекемеге мен не айтатынымды білмеймін. Қарапайым тротуарды шығара алмаған мекемеге мен не айтатынымды білмеймін. Ең жұмыстардың ішіндегі оңай жұмыс сол. Айтыңызшы, 16 қатарлы үй салып жатқан жоқсыз ғой. Мына объекті ешқандай несі өте қиын конструкция, сосын шығара алмай жатыр деп. Осы 4 жыл болды салып жатқан объектілеріңізге. Сұрақ, жоба түзетуден өтті. Неге бордюрлардың барлығын қайтадан дұрыс бордюрге ауыстырмайсыңдар? Сіздер қазір мен көзім көріп отырмын. Тона қайыр шақтыда дейтін, бірнеше жерде топырақтар үйінділермен жатыр барлығы. Адамдарыңызда жоқ сол жұмыс жасайтын. Шақты округінің қай жеріне бармайық, геологқа бармайық, мирасқа бармайық, балаусаға бармайық. Кімге барсамыз да маңдай құрып тұрғаны, мына тротуар қашан бітеді дейді, 4 жыл болды ғой деп. Ешқандай жұмыс жасауға құлқындарыңыз жоқтығы. Менің объектімнен ауыздарыңды ашасыңдар, қазір ертіп барайықшы деп айтатын, қол көтеріңдерші қазір, жігіттер, барайық. Менің объектіме барыңдаршы, мін таба алмайсыз. Мен кәдімгі жоба бойынша қазақша айтқанда қыздың жүгіндей қақшиып тұр деп айтатын жігіттер бар ма тротуар бойынша, асфальт бойынша? Осыдан қорытынды шығу керек, легалдар. Сіз өзіңіз жауап бересіз. Манада мәселе айттым ғой сізге. Иә, дұрыс болу керек, иә басқа шешім қабылдауым керек. Бөлімге де солай.